Сәлем бәріңе. Мен бүгін ғана сөз туралы түсіндіріп кетейін. Ең бірінші сіздерге ең оңай мысалмен түсіндірейін. Мысалы бізге бір ретсіз жиынтық берді. Бірінші apple, екіншісі pear, үшіншісі kiwi, төртіншісі банан. Осы бір ретсіз жиынның ішінде біз kiwi'ді табуымыз керек. Сонда line search осылай жұмыс жасайды. Apple емес, pear емес, kiwi міне табылды. Line search осылай жұмыс жасайды. Қазір мен line search'тың кодын түсіндіріп кетейін. Бірінші біз line search'тың код жасап аламыз. Сол жерде екі аргумент бар. Бірінші ол fruits, екіншісі ол target. Екінші жолында осы fruit жиынтығының әрбір индексін жеке-жеке қараймыз. Үшінші жолында егер fruits'тың мәнінің индексі targetке тең болса, онда i плюс 1-ді қайтарамыз. Неліктен i плюс 1? Өйткені индекс 0-ден басталады. Егер табылмай қалса target, онда return -1 болады. Қазір осы кодқа мән берейік. Fruit жиынтығына біз алдыңғы мысалдағы 4 жемісті қояйық. Біз осы жерде kiwi'ні табу керекпіз, сонда екінші жолда таргетіміз kiwi'ға тең болады. И мына жерде мәні шығарылады. Мәні 3 болады.